қолдашы, талпыныспен биік біз ұшамыз. Ұш, тағы да достарыңды қолдашы, ұша берші тек алға. Біз біргеміз әрқашанда жан достар, суықта да ыстықта да біргеміз. Көк аспанға іңкәр жан құштар, әуежай үйіміз. Биікте самғаймыз. Кел достар, бұлтпен бірге таласып, жүрейік жүдеп қарасып. Ұш, тағы да көк аспанда самғашы, талпыныспен биік біз ұшамыз. Ұш, тағы да достарыңды қолдашы, ұша берші тек алға. Кел достар, бұлтпен бірге таласып, жүрейік жүдеп қарасып, жан достар. Ұш. Бұл күн расында да шуақты еді. Сәлем, Эни. Пол? Эмили, сәлем, қайырлы таң. Қайырлы таң, Эмили. Ол тағы да келе жатыр. Өзі нағыз ерке. Сәлем, Форси. Құбыжық па? Осындай шуақты күнде қалай ұйықтай аласың? Бірақ бұл жер сондай ыңғайлы. Ал сен жаңалықты естідің бе? Қандай жаңалық? Қарға оранған Сноу тауында үлкен істер табылыпты. Ол тіпті адамдардікінен де үлкен екен. Ол қар адамының ізі дейді. Қар адам ма? Ал қар адамы деген не? Сен білмейсің бе, рас айтасың ба? Қар адамы деген... Қар адамы қар басқан таулы жерлерде өмір сүреді. Ол өзі үлкен, әрі үсті басын түк басқан болады. Сонымен Сноу тауында үлкен іздер табылыпты. Сонымен ол жерге барсақ, қар адамын кездестіруіміз әбден мүмкін. Түсінесің бе? Қар адамын кездестіреміз. Қар адамын кездестіреміз бе? Ол қауіпті. Уинки, ол жерге барғың келе ме? Онда қар адамын іздейік. Сен қорықпайсың ғой, солай емес пе? Жоқ, қорықпайым. Егер біз қар адамын тапсақ, ол Эмилидің өмірінде көрген нөмір 1-ші қар адамы болады. Бірақ ол жер алыс емес пе? Мен төте жол таптым. Солай ма? Ол бұл жерден алыс емес, солай ма? Онда барайық. Іздерді қарап жүр. Жарайды. Бұл... Не? Уинки? Уинки, не болды? Соңымнан ер. Эмили, менің ойымша анау ізге ұқсайды. Сен олар емеспін, шын ба? Бұл шынымен де қар адамның іздері. Солай ма? Иә, төменірек түсейік. Уинки, біз оны таптық. Иә. Тағы бар ма? Біраз іздеп көрейік. Қарап көрейік.
Таптың ба? Жоқ, мен іздеп жатырмын. Ол емес сияқты. Бұл не дыбыс екен? Бұл қара адамның дауысы шығар. Сол жерге қарай барайық. Айтпақшы, Эмили, біз оны кездестіргенде сәлем деп қалай айтамыз? Мынаған қалай қарайсың? Міне осылай. О, әне. Эмили, ананы қара. Мына жерде із бар екен. Біз табуға аз қалдық, тезірек, Уинки. Жарайды. Эмили, мына жерде бұл қара адамы. Қара адамы. Не? Шынымен бе? Қайда? Қай жерде? Былай қарай. Жарайды, көрдім. Қонып көрейік. Жарайды. Бұл жай ғана қатып қалған мұз сияқты ғой. Мен біреудің қозғалғанын көрдім. Мүмкін мыналар? Біздің көргеніміз осылар ма? Біз көрген іздерге ұқсайды екен. Уинки. Кешірші, мен сенің уақытыңды алдым. Ештеңе етпейді, Эмили. Қара адамын таппасақ та маған бүгінгі өткізген күніміз қатты ұнады. Шынымен бе? Онда біздің осындай саяхатымыз ешқашан таусылмайды. Жарайды. Ей, Эмили. Ал анау біздің іздеріміз. Эмили мен Уинкидің нөмірі бірінші іздері. Эмили, маған сенімен қызық оқиғалар іздеген ұнайды. Менің айтайын дегенім, тағы да бірге саяхаттайық. Айтпақшы, Уинки, сен көлік жұтатын ағаш жайында естіп пе едің? Жоқ. Көрмесең, тап қазір көрсетейін бе? Менің ойымша біз оларды қазір көре аламыз. Барамыз ба? Эмили, сен шаршамадың ба? Жоқ, шаршамадым. Біздің саяхатымыз әлі аяқталмады. Келесі шытырман оқиғамыз қандай болмақ екен? Самғай бер көк аспанда, биік-биік ұша бер бұлттардан да. Бірге барып келейік бар жерлерге, теңізге де, көлге де. Барайық әсем жерге, толып тұр көңіл гүлге. Біздің жүрек соғады тулап. Әуежай менің ортақ үйім болады. Күнде онда жиын, көмектесіп келеміз біздер. Қоршап тұрған ортамызға ұшуға дайынсыздар ма? Ля-ля-ля-ля-ля. Самғай бер көк аспанда, биік-биік ұша бер бұлттардан да. Бірге барып келейік бар жерлерге, теңізге де, көлге де. Барайық әсем жерге,
Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Қазмедиа Мобайл.